Армысыздар. Бүгін мен сіздерге Норвегиядағы ерекше дәстүр туралы айтып бермекпін. Ол Блейме деп аталатын достық биі туралы. Блейме деген сөз норвег тілінен аударғанда қосыл, бірге бол деген мағынаны береді. Яғни бұл би балаларды достыққа, бірін-бірі қолдауға шақыратын үлкен акция. Бұл бастама 2010 жылдан бері өткізіліп келеді. Ұйымдастырушысы Норвегиядағы балалар арнасы NRK Super. Жыл сайын жаңа ән, жаңа би қимылдары дайындалады. Қалай өтеді деп сұрасаңыздар, әр мектепте балалар сол әнге би билеуді үйренеді. Белгіленген күні бүкіл Норвегия мектептері бір мезгілде билеп шығады. Осылайша балалардың арасында мейірім, достық, инклюзия, яғни барлығын бірге қабылдау идеясы тарайды. Біздің мектебіміз де қалыс қалмады. Осы Блейме дансинге қатысты. Балалар өте көңілді болды. Бірлік пен қуаныш атмосферасын сезінді. Шын мәнінде мұндай іс-шаралар достық пен бірлікті нығайтады деп ойлаймын. Ал сіздерде мектептерде осындай қызықты дәстүрлер бар ма? Пікірге жаза кетіңіздер.